Бәлкім бауырлар қазақ айтады, ауырып ем іздегенше нені ізде дейді? Ауырмайтын жолын ізде. Міне балаларымыз біздің болашағымыз, бұл бала тәрбиесі біз ойлағандай жеңіл емес бауырлар. Абай атамыз айтқандай, балаңа ақ көйлек, көк көйлек кигізгенмен тәрбие берді деген сөз шыққан жоқ дейді. Оны қазір тілмен айтқан кезде планшет, телефон бергенмен балаң тәрбиелеп қалған жоқ ешқашан онымен. Бәлкім баламызды мынау интернет тәрбиелеп жатыр. Өткенде бір жерде болды осы қоғамда. Міне. Өзің азан айтып қойған есімі Бауыржан деген жігіт. Үйінен шығып кеткен кезде Бауыржан болып шығып кеткен, үйіне Маржан болып келді. Күлесіңдер. Жылайтын жағдай ол. Әкесі баласын аққа жіберді. Бұндай бала менде жоқ деді. Расул алейхи айтқан, ата-анасын ақ қара батасын алған балалар ешқашан жәннатқа кірмейді деген. Енді баласын сондай ақ болып кетуіне бірінші ата-анасы балаға қиянат қылған болып есептеледі шариғат бойынша. Яғни баланың Бауыржан деген баласы Маржан болып келуі үйіне. Ең бірінші Құдайдың алдында кім жауап береді оған? Ата-анасы жауап береді. Ол ата-анасы уақытысында жаңағыдай балам қалып қоймасын. Енді балам мешітке келсе молда бола ма, не болады сонда? Керек емес қазір молда деген. Даже ол түгіл мен намаз оқымаймын ғой әлі. Даже ол түгіл атасы да оқымайды әлі. Деп жүрген адамдар, олар отылып жатыр негізінде. Ал негізгі баласын ойлаған адам не істейді екен бауырлар? Баланы оны ұстазға береді.